Таң шапағаты миллионер. Хелл Элрод, Дэвид Асборн, Анар Кордермен бірге. Дэвидтің кіріспесі. Таңмен таласа тұратын миллионер. Бүгін таңертең сағат 5:17-те ұйқыдан тұрдым. Сеніңіз, мақтанып тұрғаным жоқ. Өзімді біраз жыл түн қатып жүретін адам қатарына қосып келдім. Жоғары сыныпта оқып жүргенімде сағат 10 не 11-ге дейін ұйықтайтыным есімде. Университетте сабақ үстінде ұйықтап отыратынымда, емтихан басталғанда түннің жарымына дейін сабақ оқитын. Бизнес бастағанымда да осы әдетім қалмап еді. Түнде жұрттың бәрі шырт ұйықта жатқанда жұмыста болып, түске дейін ұйықтайтынмын. Неге болмасын? Мен үшін түн өте өнімді уақыт болатын. Ал таңертең ше? Оны әлем қанша уақыт мүмкіндік берсе, сонша уақыт ұйқымен өткіздім. Әрине, мен одан бірден 2 сабақ алдым. Біріншісі, әлем маған үнемі қалауымша ұйықтауға рұқсат бермейді екен. Әлемнің басым бөлігі күндіз белсенді. Ал мен түн қатып жүріп, күндізгі жұмыстың орнын түнде толтыратынмын. Түнде қаншалық өнімді жұмыс істей алатын маңызды емес. Бизнесімді жүргізгенде, күні бойы мең-зең күйде жүру байлыққа жеткізер төте жол емес еді. Екіншіден, әрі неғұрлым маңыздысы, таң мен байлық арасында байланыс бар екеніне көзім жетті. Бұл уақытта жалпы жұртта ұйқы аз, ал миллионерлер таңертең ешқашан ұйықтамайды екен. Таң мен миллионер арасындағы байланыс. Бизнесте қанша жылдан бері жүрсем, сонша жыл бойы таң мен ақша арасындағы байланысты көбірек байқадым. Күннің алғашқы жартысын кітапта баяндайтын нақты тәсілдерді пайдаланып, лайықты өткізген сайын таза дәулетім де соншалықты артты. Мен жалғыз емеспін. Осы кітапта жазылған миллионерлердің әдетіне назар аударсаңыз, дәулетті адамдардың айрықша бөлігі ерте оянатынына көз жеткізесіз. Мұның өзіндік себебі бар. Таң мен ақшаға ортақ қасиет көп. Әңгіме ақшаға ойысқанда әлемдегі жеке қаражатқа қатысты өте танымал кеңес ең алдымен өзіңе төле. Яғни тапқан ақшаны басқа нәрсеге жұмсамас бұрын бір бөлігін инвестицияға салу үшін бөлек салып қой дейді. Ондағы алғышарт сол, әлемдегі ең қуатты қаржылық құрал есептелген жинақталған пайыз, алайда қолыңызда ешқашан инвестицияға салатын қаржы болмаса, ешқашан пайыз артықшылығын көре алмайсыз. Ол ақшаны бірінші өзіңіз аласыз. Әйтпесе ол басқа нәрсеге жұмсалып кетеді. Уақыт та сол сияқты. Өзіңді дамыту әлемдегі ең қуатты құрал. Ақша сияқты күннің кешірек бір мезгілін өзіме арнап, маңызды іспен шұғылданам деу жүзеге аспайды. Уақытыңызда үнемі жаңа үй тауып алатын ақша секілді болады. Еңбек ақыңыздың соңғы бірнеше долларынан үнемдеу де маңызды істі түн ортасында шешуде тым кеш болмақ. Таң шапағаты да даналықты, өнімділік пен ашықтықты бірінші өзіңе төлеу. Таңғы уақытты қолдану, күн бастала сала қаймағын қалқып алып, оны қомақты қайтарым алу үшін өзіңізге инвестиция ретінде беру. Жылжымайтын мүліктен бастап, қор нарығындағы түсім мен стартаптарға дейін әлемдегі барлық инвестицияның ең үздігі әрдайым өзіңіз. Оны жүзеге асыруға арналған құрал күн сайын таң алакеуімде міндетті түрде табылады. Таңғы саяхатыңыздың басталуы. Бұл кітап 3 нәрсе туралы. Біріншісі, дәулетін арттырғысы келген адамдар анықтаған негізгі тәжірибені айқындап, оны сізге үйрету. Осы тәжірибеден сабақ алсаңыз, олардың салған ізімен жүресіз. Бұл оңай. Жоқ, жеңіл де емес, алайда оңай. Екіншісі, құндылықты түсіну туралы. Мұнда олар көп, ол тәжірибелерді күн сайын бірінші атқаратын шаруаға айналдыру. Әрине, оларды кейінірек істесеңіз болады, алайда мұның қайда апаратын өзіңізді жақсы білгеніңіз керек болады. Оларды таңертең орындағанда айрықша нәтиже береріне көз жеткізесіз. Олардың қаншалық маңызы барын әлі елестете де алмауыңыз мүмкін.
Ерте тұрған дәулетті болып кетпейсіз әрине, алайда таң әупірімдеп күн көру мен миллионерге айналудың айырмасын белгілейді десек, асыра айтқанымыз емес. Соңғысы, бұл кітап таңмен таласа тұратын тұлға ретінде белгілі сирек жаратылысқа айналудың практикалық машықтарын жүзеге асыруды үйрету. Таңның қаншалықты маңызды екенін талмастан айталам, алайда оның артықшылығын пайдалану үшін мүмкіндігінше ерте ояна алмайтын болсаңыз, онда өзге ештеңенің мәні жоқ. Бір жақсы таңмен таласа тұратын тұлғаға айналу үйренуге болатын машық. Шында да таңмен таласа тұратын адамға айналуға болады. Жігеріңіз артып, құлшына ояна аласыз. Боз торғайдай бола аласыз. Қалай іске асыратын көрсету менің шаруам. Бұл үш нәрсеге байлыққа ғана емес, әлемге деген көзқарасыңызды түбегейлі өзгертеді. Таңғы уақытыңызды басқарсаңыз, күніңізді де басқара аласыз. Әлеммен ережеңізге сай қарым-қатынас орнатасыз, құр жауап бермей, әрекет етесіз. Күн тәртібін бекіткен күніңізді елестетіңіз. Ол күні өзіңіз үшін маңызды дүниенің бәрі айқындалады. Әрі зор құлшыныспен алға қадам басасыз. Таң шапағатының ұсынары осы. Қаржылай байлыққа кенелу мүмкіндігі ғана емес, рухани тыныштық пен өміріңіз қолыңызда екенін сезіну. Бұл саяхаттағы бастаған нүктеміз іс жүзінде ертеңнен бастап бірден таңғы мезеттің артықшылығын қолдануды үйрену. Таңертеңнен бастау осы кітаптағы амалдарды қолданып, миллионерлердің қалай дәулет жинаған толықтай зерттеу, күннің маңызды бөлігін тізгіндеуді бірден қолға аласыз деген сөз. Таңда ғажайып барын ұмытпаңыз. Мұнда дәулетті болу үшін ойыңызды дамытып, миллионер болсам деген арманыңызды, әуестігіңіз бен дарыныңызды іске жаратасыз. Таң барша істің басталар сәті. Бұдан мазасыздансаңыз, қорықпаңыз. Бұрын таңмен күресіп келсеңіз, есте тұтыңыз. Таңға қатысты мәселеңіз күніңіздің өзге бөлігіне тиесілі. Таңға еш қатысы жоқ. Өміріңізге көңіліңіз толса, төсектен бар күш жігеріңізбен атып тұруға еш себеп жоқ. Тіпті төсектен тұруға да мүлде себеп жоқ деп айта аласыз. Менің ойымша, мұндай сезім көп адамда бар, және көп адам оянуға талпынады. Сондықтан да саяхатымыз осы циклді үзуден басталады. Таң неге маңызды деген сұрақтан бастаймыз. Қалай ояну керегімен байлыққа жеткізер саяхаттың күнделікті бөлігі ретінде таңды қалай пайдалану керек екенін үйретеміз. Жұрт өмірімді дұрыстайын, содан кейін ерте тұрғым келеді, немесе байып кетсем, әдеттерімді өзгертем деп ойлауға бейім. Себепті байланыс өзге бағытта жұмыс істейтінін сенімді түрде айта аламын. Өміріңізді дұрыстау арқылы таңмен таласа тұратын адамға айналмайсыз. Уақыты келгенде бір таңда өміріңізді реттейсіз. Өмірден көп нәрсе алам, берекеге толы таң мен байлық анағұрлым көп болсын десеңіз, алайда оған нақты қалай жетуді білмесеңіз, бұл кітап сізге арналған. Көп нәрсені таңдауға дайын болған сайын, бұл кітап көп нәрсеге жетуге көмектесетін болады. Таң шапағаты миллионер саяхатына қош келдіңіз. Ал бастайық. Бірінші бөлім. Таң шапағаты. Таң неге маңызды және оны қалай қайтаруға болады? Тәтті ұйқыға батқыңыз келсе, әр таңда жігерленіп тұруыңыз керек. Джордж Лоример, америкалық журналист, жазушы. Жастық шағым көбіне ұйқымен өткен соң, қазір таңғы 7-ге дейін ұйықтасам, оның өзі тамаша. Тіпті түнде кеш жатсам да үнемі ерте оянам. Қазір бұл айнымас әдетім айналды. Күн тәртібімді төңкерген жайт, жауапкершілігім артқан сайын түске дейін ұйықтап, түн ортасына дейін жұмыс істеу стратегиясы жұмыс істемейтін мойындауым болды. Бұл қолайлы емес. Өнімді жұмыс істеу үшін түн ортасында жата алмадым. Және отбасымен сөйлесу үшін, бизнесті жүргізу үшін, және менен вампир болуды тоқтату талабы күшейген ортамен бірлесе шаруа атқару үшін ертеңіне таңда ерте ояна алмадым. Бұл мойындау өзгеруге итермеледі. Қажет болғандықтан қаламасам да таңмен таласа тұратын адамға айналдым. Алайда көп ұзамай, таңертең күнделікті күйбең тірлікке араласу үшін ғана ерте тұру керек емес екенін, онда анағұрлым ырыс береке барына көзім жетті. Таңда жылдар бойы мен елемеген жасырын құпия барын мойындадым. Ол маған көбірек жұмыс істеу ғана емес, керісінше,
мен мүлде орындай алмайтын дүниелерді жасауыма мүмкіндік ашты. Қазір көп жылдар өтіп, мол дәулетке кенелген соң, таң шапағаты міндетті болғаннан емес, өзім қуана істегім келетін шаруама айналды. Ол болмаса, өмірімнің қалай өтерін білмеймін. Оң аяқпен, сол аяқпен. Таң ғажайбының бір бөлігі, ол күніңізге серпін береді. Әр күнді мақсатпен, тәртіппен және жігерге толы таңмен бастаңыз. Күніңіз де солай өтеді. Оған көзіңіз жетеді. Мақсатшыл, дұрыс жолда екеніңізді сезесіз. Мақсатыңыз айқын болады. Одан оңайлықпен бас тартпайсыз. Таң оңынан басталса, күніңіз өнімді өтеріне кепілдік бар. Мұны қазір таңыңыздың қалай бастайтыныңызбен салыстырыңыз. Жұрт таңертең екі лагердің біріне түседі. Бірінші жанталасу. Ұйқыңызды қимай, оянған сәттен бастап үздіксіз қуаласпақ ойын ойнайсыз, кешігесіз, ойыңыз шашырайды, тіпті шалбарыңызды іле киіп кешігіп барасыз, шаруа үнемі бастан асады, алайда оны істейтін уақыт аз. Тағы бір лагер беймарал. Мақсат пен талаптың жоғынан түске дейін ұйықтап, шаруаны кейінге қалдырасыз және тақалғанда жұмысты бастайсыз. Тіпті осыдан кейін де қандай да бір жарқыраған дүниенің болар болмас сәулесі оңай елтіп әкетеді. Бір істі өнімді атқардым деген сезімді өткірмейсіз. Ағыспен кетіп барасыз, мақсатсыз. Жанталасатындар үшін күн ұзақ аласапыран жаттығу сияқты өтеді. Хаос, шу және үздіксіз асығу сезімі. Беймаралдар үшін күн әлемдегі ең баяу көлік апаты сияқты. Төніп тұрған ажалдан құтылу үшін рөлді қалай бұруды немесе қай педальды басарын білмейді. Алайда, екі лагерде де әрдайым ақша мәселесі туады. Оны қайдан табам деп бас қатырудан ақшам жетпей қалады-ау деген уайым туады. Келешекте қаржыны басқаруда дәрменсіздік танытасыз. Қаржылық қысым күнде тұрбаңдап жүргенде титықтататын тағы бір мәселе. Қалай болғанда да, күннің артықшылығын пайдалансаңыз, оянған сәтіңізде әлем төбеңізден төніп тұрады. Күнді кеш бастасаңыз, оянған сәтіңізде күн тас төбеңізде тұрады. Ешбір мақсат, не бағытты көздемей оянсаңыз, ол күнде ештеңе өндірмейтініңіз анық. Кез келген адам, таңда осы айтылғанның қайсымен бастаса да, төсектен тұрмай жата беруіне болады. Ал үшінші лагер болса ше? Таңыңыз айрықша болса ше? Мүлде өзгеше болса? Қорқыныштың орнына жігерленіп, құлшына оянсаңыз қалай болмақ? Хаостың орнына тыным тауып, тыныштықты тұлғаңызды, қаржылық жағдайыңыз бен өміріңізді дамытуға арнасаңыз ше? Таң шапағаты арқылы өзіңіз елестеткен таза, сергек, рухани кеңістікке жетесіз. Бұл өзіңіз толықтай басқаратын және армандаған өмірді қалыптастыруды бастауға болатын сырбаздығыңыз бен қадір қасиетіңізді қалпына келтіруге болатын кеңістік. Таң неге соншалық маңызды? Жеке тәжірибемнен көргенімдей, ерте тұру мен таңғы жоралғылардың күшін неғұрлым көбірек зерттесеңіз, талпынған байлығыңызға жетуге соғұрлым дайын боласыз. Алайда сөзіме сеніп қалмаңыз, бос торғай құртқа қарағанда көп нәрсеге жете алатыны дәлел көп. Мұнда таң шапағатын орындағанда сезінетін негізгі артықшылықтардың бірқатары ғана берілген. Анағұрлым белсенді әрі өнімді боласыз. Кристоф Рандлер Германияның Гейдельберг қаласындағы Гейдельберг ағарту университетінің биология профессоры. Harvard Business Review журналының 2010 жылғы шілдедегі санынан Рандлер таңертең өнімді жұмыс істейтін адамдар қызметте табысқа жетуге бейім келетінін, өйткені олар кешке шабыты ашылатындарға қарағанда белсенді екенін анықтады. New York Times бестселлерінің авторы және әлемге әйгілі кәсіпкер Робин Шарманың пікірінше, әлемдегі ең өнімді жұмыс істейтін адамдарды зерттесеңіз, олардың бәріне ортақ бір нәрсе бар. Олар ерте тұрады. Мәселелерді болжап алдын аласыз. Рандлер ерте тұратын адамдардың қолында маңызды карталар болады деп санайды. Олар мәселені алдын ала болжау мен оны барынша жоюға анағұрлым бейім, кәсіби жетістіктері де анағұрлым ауқымды, түптеп келгенде қомақты еңбек ақы алады. Оның пікірінше,
Ерте тұратын адамдар мәселені алдын ала болжап, оны абыроймен және оңай шеше алады. Бұл таң бала мен жұмыс мәселесінен бастап қарым-қатынас пен ақшаға дейін күтпеген төтенше жағдайлардан туындамай қоймайтын күйзеліс деңгейін азайту кілті деген сөз. Кәсіби маман ретінде жоспарлайтын боласыз. Жоспар құра алмау, сәтсіздікті жоспарлау дейтін сөз бар. Әңгіме байлық туралы болса, бұл өте дұрыс. Ерте тұратын адамдар ұйымдастыруға, болжауға, күнді өткізуге дайындалуға ғана емес, қаржылай жоспар құруға да уақыт табады. Ұйқыдағы әріптестеріміз белсенді емес, олар көбіне тағдырының дегеніне көнеді. Оятқыштың даусына ояна алмасаңыз, титықтайсыз ба? Күнмен таласа немесе күн шықпай ояну күніңізді жігерлене бастауға мүмкіндік береді. Өзге біреу күнін басқаруға барын салып жүрсе, немесе қолынан келмесе, сіздің сабырлы, салқынқанды, жинақы қалпыңызда әр жоспармен жүруге мүмкіндігіңіз мол болады. Күш қуатыңыз тасып тұрады. Таңғы жаттығу, таң шапағатыңыздың ажырамас бөлшегіне айналады. Оны әдетте барлығы дерлік ескере бермейді. Бірнеше минутқа ғана созылатын жаттығу күніңізге позитив сыйлайды. Мидағы қан айналымының жақсаруы анағұрлым айқын ойлануға, маңызды мәселеге баса көңіл бөлуге көмектеседі. Таза ауа денеңіздегі әр жасушаны бойлай, қуатыңызды арттырады. Сондықтан спортпен шұғылданатын адамдардың көңілі көтеріңкі, өзі сергек, ұйқысы тыныш және анағұрлым өнімді жұмыс істейді. Ерте тұрудың артықшылығын көресіз. Жақында Испаниядағы Барселона университетінің зерттеушілері таңмен таласа оянатын, ерте тұратындар мен кешті ұнататын, түн қатып, түске дейін ұйықтайтындарды салыстырды. Олар ерте тұратын адамдар шаршауға, көңілсіздік пен қиындыққа мойымайтын, анағұрлым төзімді екенін анықтады. Яғни мазасыздық, күйзеліске түсе қоймайтын, психотроптық дәрілерге жүгіну ықтималдылығы аз және өміріне анағұрлым қанағаттанады деген сөз. Оған дәлел бар және сарапшылардың пікірі мынадай: кез келген дүние үшін таң аса маңызды. Еңбектеніп байлық жиған адам ретінде осы игіліктерді пайдалана алған әр адамның миллионерге айналу жолында аса зор артықшылығы бар екенін айта аламын. Тізімге көз жүгіртіңіз. Өнімді, мәселелерді шешуде белсенді, табысы жоғары, күнін жоспарлайды, күш-жігері тасып тұрады, көңіл күйі көтеріңкі және серпінді. Дәулетті болуға қажет қасиеттердің бұдан артық тізімі бар ма? Бар деп ойламаймын. Бұлардың әр қайсысы таңды зерттеумен байланысты. Осы тұрғыда таңның белгілі бір ғажайып қасиеті бар екеніне күмән тумау керек. Ойыңызда туатын өзекті сұрақ мынадай болуға тиіс: таң соншалық керемет болса, бәріміз неге ерте тұрмаймыз? Бұл мағынасы терең сұрақ қана емес, екі тарауда сипатталатын ерте оянудың 5 қадамдық процесін жүзеге асыруды бастар алдында оған жауап беру керекпіз. Таңертең тұруға қатысты нақты қиындықтар. Ерте тұруға талпынып жүрсеңіз, ұйықтар алдындағы күш-жігер мен энтузиазмның ертеңіне таң атып, оятқыш шырылдағанда ниетіңізден қайтарарлық жасырын күші барын тәжірибеңізден білесіз. Жалғыз емессіз. Ертерек ояну, жаңа жылдан нық бекініп, артынша бәрінен бұрын әрі жиі сәтсіздікке ұшырайтын көп шешімнің бірі ғана. Ерте тұруға талпынғанда ниетіңіз орындалу үшін оның бұдан бұрын қарастырмаған бірнеше ақиқатын түсінуіңіз керек. Ол ақиқат сіз ертеңнен бастап қолданайын деп тұрған ерте оянудың 5 қадамдық әдісіне сүйенеді. Бірінші, ұйықтау мінез құлқы әдетке айналған. Кейбір адамдар түнде, ал бірқатары таңертең жұмыс істеуге бейім бе? Менің ойымша бейім. Бұл ойымды зерттеулер де растайды. Алайда мұндай бейімділік тұқым қуалайтын қасиет емес, жай ғана көп адамның әдетіне айналған. Қарапайым, ұйқыға қатысты көптеген әдетіңіздің болуы да белгілі рөл ойнайды. Жылдар бойы күн сайын түнде де, күндіз де атқаратын белгілі бір дүниеңіз бар. Осы уақыт аралығында күн сайын тұрақты түрде істейтін шаруаңыз әдетіңізге айналды. Ауру қалса да әдет қалмайды. Төсегіңіздің қасындағы шкаф үстінде тұрған оятқыш шырылдап, көзіңізді ашпақ боп жанталасқанда, еш ойланбастан әдетіңізден жаңылмауға итермелеп жатқан мидағы нейрондық желілермен де күресетініңізді ұмытпағаныңыз маңызды.
Бір жақсысы әдеттен арылуға болады. Ерте ояну машық. Оны велосипедке міну немесе бизнесті басқару сияқты меңгере аласыз. Қалай үйренетініңіз алдағы тарауларда айтылады. Екінші, қалай оянсаңыз, күніңіз де солай өтеді. Сол күні істеу қиын, жалықтыратын немесе эмоцияны талап ететін бір іс барын білгендіктен, кішкене жата тұрайын деп көрпенің астына тығылған кезіңіз болды ма? Ерекше толқумен күткен күні ояну жалпы оянумен бірдей дүние емес. Тіпті ерте тұратындардың өзі де алдағы күнге қатысты қорқынышы болса көрпенің астына тығылады. Таң шапағатының әдісі екі жолмен мұның алдын алады. Біріншіден, әр таңды қуанышпен күтуге себеп болады. Қаржылық жағдайыңызды, денсаулығыңызды, көңіл күйіңіз бен өміріңізді жақсартуға, бақылауға бөлек уақыт береді. Екіншіден, таңғы уақытты қолдануды неғұрлым жиілеткен сайын, алдағы күндердің жақсылығы да соғұрлым көбейеді. Таң шапағатының артықшылығын көре бастасаңыз, көрпенің астына қайта тығылуға мәжбүрлейтін себептерді күн өткен сайын азайтатын өзгерістер өміріңізге ене бастайды. Үшінші, өзімшіл болудан қорқа бастайсыз. Таңғыларлығы, ерте оянуға кедергілердің бірі төсектен тұру үшін күрес қана емес. Бұл астыртын азғыру формасы. Күн сайын бұл уақытты өзіңе жұмсау өзімшілдік деп сыбырлайды. Көбімізді жеке қажетіңді соңғы орынға қою табыс деп үйретеді. Тұратын мекеніңізді және содан кейін ғана өзіңізді ойлауыңыз керек. Уақытыңыз қалса әрине. Қиыны сол кейінгі қалдырған нәрсеміз жиі ұмытылады. Шаруамыздың көптігі сондай, өзімізге керекті істеуге уақыт жоқ. Уақыт өте келе, қалжырап, күйзеліп, ренжіп сарқыламыз. Таныс жағдай ма? Әр ұшақта ұшар алдында айтылар кеңеске кәміл сенем. Алдымен оттегі маскасын өзіңіз тағыңыз, сосын өзгелерге көмектесіңіз. Оттегі жетпей есіңізден танып қалсаңыз, өзгеге көмектесуге мұршаңыз болмайды. Толғаңызды дамытумен, сол арқылы дәулетіңіздің артуы да осы сияқты. Өзіңізді толығымен ысырып тастау, қаржылай естен тану тәсілі. Есіңізде болсын. Өз-өзіңізді құртар болсаңыз, ешкімге де көмектесе алмайсыз. Денсаулығыңыз нашарлай бастаса, өнімді жұмыс істей алмайсыз. Өзіңізге қажет машықты үйренуге, дамытуға уақыт таппасаңыз, байлық жинамайсыз және қаржылай мақсаттарыңызға қол жеткізуге қажетті жоспар құра алмайсыз. Маска тағудың күнделікті өмірдегі баламасы таңғы уақытты қолдану. Бұның бәрінің кілті таң. Өзіңіз шын мәнінде қалайтын өмірдің бағытын анықтап, бақылауға алатын сәт таң. Осы сапардағы ұшқыш өзіңіз. Сізден өзге ешкім бақылауды қолына ала алмайды. Ал ұйықтап жатсаңыз, мұны істей алмайсыз. Осы үш нәрсе таң шапағатын орындай бастағаннан ақ өзгелерге қарағанда көбірек тұншықтыруға тырысатын әзәзіл. Ең жақсысы, өзге миллиондаған адамдар сияқты сіздің де қолыңыздан келеді. Таңертең бе? Шынымен бе? Дәл қазір санаңызда дұрыс деген дауыс естілуі мүмкін. Бұл ішіңіздегі таңғы скептик, мұны жақсы түсінем, сеніңіз. Менде сондай болған. Бұған берілетін алғашқы жауап керемет естіледі. Алайда бұл мүмкін емес. Мен 24 сағатта 27 сағаттың ісін атқара алам. Күндегіден 1 сағатқа қалайша ерте тұрам? Қалай тұра алмайсың деп сұрағым келеді. Таң өміріңізді өзгертеді. Ол күніңіздің ең нашар бөлігі болуы мүмкін, немесе нағыз шапағатқа айналады. Скептик болсаңыз, таң шапағатын түсінудің кілті ұзақ және ауыр күн үшін тағы 1 сағат ұйқыдан қағылу туралы емес. Бұл тіпті ерте ояну жөнінде де емес. Бұл сергек ояну. Жер шарының түкпір-түкпірінде 10 мыңдаған адам таң шапағатына бөленеді. Олардың көбі түн қатып жүретін. Олар осы әдісті іске асырып, өздерін дамытып жүр. Әрі олардың күніне қосымша сағат қосылған жоқ. Өйткені дұрыс сағат қоса алды. Сіз де осылай етсеңіз болады. Уақытыңыз жоқ екеніне сенімді болсаңыз, табанды болыңыз. 3-ші тарауда 6 минуттық таң шапағат үлгісін көрсететін болам. Кімде 6 минут уақыт жоқ? Әлі де скептик болсаңыз, мынаны айтуға мұрсат беріңіз. 1 сағатқа, не кез келген уақытқа ерте тұрудың ең қиыны бастапқы минут.
Бұл жылы төсекте жатып, күнді бастау, немесе тағы бір рет қайталау батырмасын басуды ұйғаратын шешуші сәт. Бұл ақиқат сәті. Қабылдаған дұрыс шешіміңізді, күніңізді, табысыңыз бен өміріңізді өзгертеді. Бастапқы 5 минутты таң шапағаты миллионер бастау ететін себеп осы. Таңда жеңіске жетсек, күнді жеңеміз, және бұл әр таңда жеңіске жететін уақыт болмақ. Бұрынғы түн қатып жүргендердің мысалын қарастырсақ, мен таңмен таласа тұратын адам емеспін дегеннен қайырлы күн жарық сәуле деуге дейінгі процестен өткен. Біраз талпынып, қателескен соң түн ортасында ұйықтауды қойып, ерте тұруды әдетке айналдырасыз. Таң маңызды ғана емес. Ол дәл қазір сіз ойлағаннан анағұрлым маңызды. Олардың шын мәнінде өміріңізді өзгертетін қуаты бар. Алдағы екі тарауда өзіңізді ешқашан таңмен таласа тұратын адам ретінде санамасаңыз да, бұрынғыдай емес, анағұрлым оңай әрі қызықты етіп ерте оянуға болатынын көрсетеді. Сондай-ақ тың ең күшті 6 минутыңызды барынша созуға боларын, сынақтан өткен тұлғаңызды дамыту тәжірибесі туралы білетін боласыз. Таңмен таласа тұратын миллионерлер. 50 жылдық бизнес жолымда ерте тұрған күнімді көп нәрсеге жететінімді аңғардым. Яғни өмірде де. Әлемнің қай түкпірінде жүргенім маңызды емес. Үнемі таңғы 5 шамасында оянуға тырысамын. Ерте тұрғанның арқасында бірнеше жаттығумен шұғылданып, отбасыма уақыт бөлем, ал бұл мені қызу тірлікке кірісер алдында керемет күйге бөлейді. Ерте тұру тынбай жұмыс істейтініңіз туралы жария ету деген сөз емес. Бұл бизнесте табысқа жетуіңіз үшін қолыңыздан келгенше аянбау. Бұл жұртқа белгісіз бір сағатқа ерте тұрсаңыз, күннің алғашқы сәулесін де тамашалауыңызға болады деген сөз. Ричард Брансон. Таңмен таласа тұратын адам болуға керегі 5 минут. Мән берсек, оятқыштың батырмасын басып қойып ұйықтай берген ақылға қонымсыз. Бұл таңертең тұрғанды жек көрем, сондықтан да қайта-қайта қайталау батырмасын баса берем деумен бірдей. Деметри Мартин, сықақшы, комедист. Діттегеніме жетсем, онда дәл қазір өзіңізді оптимист сезініп, тіпті алдағы таңды толқумен күтуге тиіссіз. Таңертең ең алдымен төсектен қалай атып тұрғаныңызбен баспаған соң шаң түскен қайталау батырмасын елестетсеңіз болады. Алайда ертең, таң ата, оятқыш шырылдағанда не болады? Шырт ұйқыдан оятқыш шырылы оятқанда қаншалық ынталы боласыз? Суық үйде жылы төсектен қуана тұрасыз ба? Бұл сәтте мотивацияңыз қайда болары бәрімізге аян. Ол дәретхана құбырында жатады. Оны ықылым заманнан бар, құр өткізген қаншама таңның себепшісі алмастырады. Ол рационализация. Рационализация епті шебер. Түнде алдын ала ерте тұрып, күнді ұтымды пайдалану туралы бекіткен ұйғарымыңыз таң ата ізім ғайып жоғалуы мүмкін. Екіншіден, өзіңізді тағы бірнеше минут жата тұру керек деп сендіріп, одан кейін үйде арлы-бері зыр жүгіріп, жұмысқа кешігесіз, уақыттан құр қаласыз. Тағы да. Бұл қиын мәселе. Бізге мотивацияның ең керек кезі күннің бастапқы сәті. Дәл сол уақытта ол аз сияқты сезінеміз. Бірақ дәл қазір сезіп тұрған құлшыныс пен ынта жігерді ертең таңда аз болса да оятсаңызшы. Осы тараудағы мақсатымыз таңғы мотивацияңызды көтеріп, рационализацияға күтпеген соққы беру. Процесс барысындағы 5 қадам, хал атап көрсеткендей, оянғандағы мотивация деңгейін көтеру үшін әзірленген. Оянғандағы мотивация деңгейі жоғары болған сайын, қайталау батырмасын басуды доғарып, төсектен тұрып кету ықтималдылығы жоғары болады. Сізге жүктелген шаруа, кез келген қажетті құрал көмегімен оянғандағы мотивация деңгейіңізді қалғып кетуден жоғары ұстау. Бақытымызға қарай, қажетті құрал ойлағаныңыздай күрделі немесе радикал емес. Ұйқыдан оянудың 5 қадамдық стратегиясы. Оянғандағы мотивация деңгейіңіз төмен екенін сезінуіңіз мүмкін. Бұл әр таңда оятқыш шырылдағанда қайта ұйықтаудан өзге ештеңеге құлқыңыз жоқ деген сөз. Бұл қалыпты нәрсе. Алайда осы тараудағы
қарапайым 5 қадамнан тұратын 5 минуттық процесті қолдану арқылы оянғандағы мотивация деңгейіңізді төсегіңізден атып тұрып, күнді қуана құшақ жайып қарсы алуға дайын болатын нүктеге дейін көтересіз. 5 қадам, 5 минут. Бар керегі осы. Бірінші минут. Ұйықтар алдында ниетті дұрыстау. Оянудың алғашқы кілті мына нәрсені ұғуда. Оянғанда ойыңызға бірінші келетіні ұйықтар алдындағы ақырғы ойыңыз. Мысалы, ертеңіне таңертең тұруға асыққан күніңіз, түні бойы көз іле алмаған кезіңіз болған сеніммен айталам. Бала кезіңіздегі жаңа жыл келер таңда болсын, үлкен демалысқа аттанар күніңіз болсын, оятқыш шырылдағаннан көзіңізді аша сала төсектен атып тұрып, күнге құшақ жаюға дайын болдыңыз. Неге? Өйткені ұйықтар алдында келер таңда жақсы ниетпен күттіңіз. Екінші жағынан, ұйықтар алдында ақырғы ойыңыз, таңертең сағат 6-да тұруға тиіс екеніме қараш, орнымнан әрең тұратын болдым болса, онда таңертең оятқыш шырылдағанда бірінші ойыңыз мынадай болуы ықтимал. Ой, Құдай-ай, сағат 6 болып қалды ма? Жоқ, әлі ұйықтағым келеді. Жалпақ тілмен айтқанда, таңертең қалай тұратыныңыз өзіңіз сұрап алған қиындық ықпал етеді. Таң шындығын оятқыш емес, сіз орнатасыз. Сонымен, бірінші қадам, түн сайын төсекке жатар алдында ертеңгі таңды белсенді, әрі ықыласқа толы позитивпен қарсы алу туралы саналы түрде шешім қабылдау. Оны елестетіп санаңызға құйыңыз. Бұған көмекпен ұйықтар алдында күшті таңғы ниет қалыптастыру үшін айтатын нақты сөздерді алу үшін халдың жеке ұйықтар алдындағы аффирмацияларын тегін жүктеп алсаңыз болады. Екінші минут. Оятқышты өшіру үшін төсектен тұру. Бұрын бұлай істемесеңіз, оятқышты төсегіңізден мүмкіндігінше алысқа қойыңыз. Бұл төсектен тұрғанда бірінші денеңізді қозғалтасыз деген сөз. Қозғалыс энергия тудырады. Ал төсектен тұрып, бөлменің ішінде жүру оянуыңызға көмектеседі. Көп адам оятқыштың төсегінің қасына, қол жетер жерге қояды. Қайта ұйықтап кетуді қаласаңыз, бұл керемет қой. Алайда оянғандағы мотивация деңгейіңіз төмен нүктеде болса, оянғандағы бастапқы бірнеше сәт төсектен тұру үшін тәртіпке бағынуды анағұрлым қиындатады. Оятқыш қасыңызда тұрса, қайта ұйықтап қалуыңыз мүмкін. Іс жүзінде оятқышты өшіріп қоюыңыз мүмкін. Бәріміз бәленбай мәрте оятқышты түсімізде шырылдап жатыр деп өзімізді сендіргенбіз. Сөзіме сеніңіз, бұл жағдай бәрімізде болған. Оятқышты өшіру үшін төсектен тұрғандықтан, оянғандағы мотивация деңгейіңізді бірден көтере отырып, ерте тұруда жетістікке жетуге бейімделесіз. Алайда, оянғандағы мотивация деңгейіңіз 1 мен 10-ға дейінгі шкалада 5-тің айналасында теңселіп тұруы мүмкін, оянғаннан гөрі ұйықтауға бейілсіз, сондықтан қайта айналып жылы көрпеге жантайғыңыз кеп тұрады. Ендігі қадамға бірден өту арқылы оянғандағы мотивация деңгейіңізді сәл көтеру керек. Үшінші минут. Тіс тазалау. Төсегіңізден тұрып, оятқышыңызды өшірген соң, бірден тісіңізді тазалау үшін тіке жуынатын бөлмеге барыңыз. Не ойларыңызды білем? Шынымен бе? Маған тіс тазалау керек дегіңіз кеп тұр ма? Иә. Бұл бастапқы бірнеше минутта артық ойды талап етпейтін іс істеп, бойыңызды ұйқыдан сергітесіз. Оятқышыңызды өшірген соң тісіңізді тазалау үшін тіке жуынатын бөлмеге барыңыз, аздаған жылы немесе одан да жақсысы суық сумен бетіңізді шайыңыз. Бұл қарапайым әрекет оянғандағы мотивация деңгейіңізді одан әрі көтеру үшін көбірек уақыт бөлуге мүмкіндік береді. Енді аузыңызда сергітер жалғыз дәмі бар. Төртінші минут. 1 стақан су ішу. Әр күні таңертең алдымен су ішу өте маңызды. 6-дан 8-ге дейін су ішпегеннен сусайсыз, соның әсерінен әлсіреп қаласыз. Адам күннің кез келген сәтінде шаршағанын сезсе, оған ұйықтап алғаннан гөрі су ішу керек. 1 стаканды немесе суы бар бөтелке алудан бастаңыз, немесе біз сияқты оны түнде толтырып қойыңыз, сонда ол таңертең алдыңызда тұрады. Өзіңізге ыңғайлы болатындай тез ішіңіз. Мұндағы мақсат ұйықтаған сағатта жетпеген судың орнын толтыру. Бұл 1 стақан су оянғандағы мотивация деңгейіңізді тағы бір деңгейге көтереді. Осыдан соң 5-ші минут жаттығуға арналған киім кию, немесе душқа түсу. 5-ші қадамның 2 нұсқасы бар. Біріншісі жаттығуға арналған киім кию,
сөйтіп жатын бөлмеден шығып бірден таң шапағатын бастау, киіміңізді ұйықтар алдында дайындап қойсаңыз болады, не тіпті сол киімді киіп ұйықтауға болады. Не арасында. Екінші нұсқа, душқа түсу. Бұл оянғандағы мотивация деңгейін сергек жүретін деңгейге анағұрлым тез көтеретін амал. Алайда, әдетте жаттығуға арналған киімімді ауыстырып киюді жөн көрем, өйткені жаттығу жасаған соң, не итпен серуендеген соң душқа түсуім керек. Бірақ жұрт таңертең душқа түскенді ұнатады, өйткені ол оянуға көмектесіп, күнді сергек бастауға ықпал етеді. Таңдау әрине өз еркіңізде. Бірінші нұсқадан пайда болмаса, душқа түсуді таңдаңыз. Бұл қайта көрпеге оранып алуға бөгет жасайды. Қай нұсқаны таңдағаныңызға қарамастан, осы қарапайым 5 қадамды орындағанда, оянғандағы мотивация деңгейіңіз таң шапағаты үшін сергек болуды өте аз тәртіпті қажет ететіндей жеткілікті болуға тиіс. Оянғандағы мотивация деңгейіңіз 0-ге жақын бола тұра, оятқыш шырылдағанда, бұл міндетті орындауға тырысумен салыстырғанда, мұндай шешімді қабылдаудың өзі күрделі. Бұл 5 қадам бірнеше минутта рационализацияның арбауына түспейтіндей импульс қалыптастыруға мүмкіндік береді. Және маужырамай тұруға дайын боласыз. Бұрын бұл алғашқы 5 минутты қолданбадым, содан соң төсекке қайта жантаюды жөн көретінмін. Бірде орнымнан тұрып, таңертең әдейі қозғалдым. Бұл күні бойы мақсатқа қарай талпынысымды әлде қайда жеңілдетті. Таң шапағаты таңертең оңай оянуға қосымша кеңес. Бұл стратегия мыңдаған адамның пайдасына жараса да, аталған 5 қадам таңда оянуды жеңілдететін жалғыз жол емес. Мұнда таң шапағатын қолданатын әріптестерімнің айтқан тағы 5 кеңесі бар. Таң шапағатының ұйықтар алдындағы аффирмациясын қолдан. Мұны әлі орындамаған болсаңыз, Хеллдің ұйықтар алдындағы аффирмациясын жүктеп шығарып алыңыз. Әр түні ұйықтар алдында мақсатыңызды нақтылауға көмектесу үшін оны төсегіңіздің жанына қойыңыз. Олар қайталау батырмасын анағұрлым аз басып, күш-қуатыңыз тасып оянуыңыз үшін түп санаңызды бағдарламалау мақсатында ойлап табылған. Жатын бөлмедегі жарыққа таймер орнатыңыз. Таң шапағаты қауымдастығының бір мүшесі жатын бөлмесіндегі жарықты таймерге қоятынын айтты. Таймерді ғаламтордан немесе жергілікті құрал-сайман дүкеннен сатып алуға болады. Оның оятқышы шырылдаған сәтте бөлмесінде жарық жанады. Не еткен керемет идея, қараңғы жарыққа айналып, санаңыз бен миыңызға оянатын уақыт болғанын білдіреді. Таймерді қолдансаңыз да, қолданбасаңыз да, оятқышты өшірген соң жарық жағыңыз. Жатын бөлмедегі жылытқышқа таймер орнатыңыз. Таң шапағаты қауымдастығының тағы бір мүшесі қысты күні оянардан 15 минут бұрын өшіру үшін жатын бөлмесіндегі жылытқышқа таймер орнататынын айтты. Ол температураны түнде біршама суық, ал оянар сәтте анағұрлым жылы ұстайды. Сондықтан көрпенің астына қайта тығылмайсыз. 5 минуттық мызғуға берілмей ояну стратегиясына қосатын және толықтыратын кеңесіңіз болса, қуана тыңдаймыз. Дереу іске кірісіңіз. Қазір шешім қабылдайтын уақыт. Таң шапағатының оқырманы ретінде бұл сіз үшін маңызды бетбұрыс. Таң қуатын ашуға мүдделісіз бе, жоқ па, соны шешетін сәт туды. Қазір алдыңызда таңдау тұр. Егер ертең таңда қазіргі өміріңіз бен өзіңіз қалаған қаржылық молшылықтағы өмір арасындағы алшақтықты азайтуды қолға алу үшін ерте оянып, шабыттанып өміріңізді қайта бастауыңызға болады. Не әдеттегідей жалғастырып, жақсылықтан үміт күтесіз. Дайын болсаңыз, дәл қазір бастауыңызға болады. Есіңізде болсын, әрдайым әрі оңай ерте ояну, таңертең оянғандағы мотивация деңгейіңізді арттыру үшін тиімді. Алдын ала болжанған қадамдық стратегияның болуына байланысты болады. Күтпеңіз. Қазірден бастап мына 3 қадамды орындай аласыз. Ол үшін таңды немесе түнді күтудің қажеті жоқ. Бірінші, оятқышты әдеттегі тұратын уақытыңыздан 30 не 60 минутқа ерте қойыңыз. Алдағы 30 күн сол уақытта оянуды өзіңізге міндеттеңіз. Қазірден бастап 30 күн немесе 30 немесе 60 минутқа ерте тұрыңыз. Күн тәртібіңізге ертеңнен бастап алғашқы таң шапағатыңызды орындау туралы жазыңыз. Дұрысы осы. Бастауды кейінге қалдыру үшін кітапты аяқтап алайын деп сылтауратпаңыз. Екінші,
Таң шапағаты қауымдастығына қосылыңыз. Бұл 200 мыңнан астам ерте тұратын пікірлестермен байланысып, қолдау табатын орын. Олардың көбі таң шапағаты арқылы жылдар бойы айрықша нәтижелерге қол жеткізеді. Немесе дәл сондай дамушы ортаға қосылыңыз. Жалғыздың шаңы шықпас. Үшінші, таң шапағаты туралы есеп беретін серіктес табыңыз. Жұбайыңыз, досыңыз, отбасы мүшесін, жұмыстағы әріптесіңізді, не таң шапағаты қауымдастығында кездесуге болатын адамды таң шапағаты өмірлік әдетіңізге айналғанша бір-біріңізге есеп беріп, қолдап, жігерлендіріп отыру үшін осы саяхатқа бірге аттануға шақырыңыз. Бойыңызда қарсылық туғанын сезсеңіз, ол өткен өміріңізде өзгерсеңізге талпынғаныңызбен аяғына дейін жеткізе алмағаныңызға байланысты болуы мүмкін. Мынадай ұсыныс бар. 13 тарау 30 күндік таң шапағаты бағдарламасын ашайық. Бұл тараудан ерте тұра бастағанда туындауы мүмкін кез келген қарсылықты жеңу үшін идея мен стратегияны табуға болады. Оған қоса, ол жаңа әдетті сіңіріп, ұстану үшін анағұрлым тиімді процестерді ұсынады. Бұл осы кітап аяқталған соң алдымен аттанатын саяхатыңыз, оны алдын ала көре аласыз. Бұл нәтиже туралы басынан ойланыңыз. Инвестициядан алғашқы сабақ. Алдыңғы тарау таңның құндылығы туралы салмақты ойға жетелеуге тиіс. Таң шапағатына сенетін мыңдаған адамның сөзі дәлелдің бәрі қуатты идеяны нұсқайды. Таң болмаса, күніңізді қалай бастайсыз? Оны қалай қалыптастырасыз? Күнді қалай бастайтыныңыз, өмірді қалай сүретініңізді анықтаудағы жалғыз маңызды фактор. Таңертең құлшыныспен оянып, таңды мақсатты, жігерлі, өнімді өткізсеңіз, сол күні жеңімпаз болуға дайынсыз деген сөз. Алайда жұрт күнін кейінге қалдырудан бастап қайталау батырмасын басып, уақыт таяғанға дейін жылы көрпесін қимай жатады. Айқын байқалмаса да, сырт көзге зарарсыз көрінген осы әрекет олардың түп санасына кері ой салып, психикамызды өмірде қалағанымызға жетуге қажет нәрсені істеуді айтпағанда, таңертең төсектен тұруға тәртібіміз жетпейді деген бейсана сенімге бағдарлауы мүмкін. Таңертең оятқыш шырылдап бастағанда, оны өмірдегі күнделікті алғашқы инвестициялық мүмкіндік ретінде қарастырыңыз. Бұл тағы бір күннің сыйы. Төсектен тұру туралы нық шешім қабылдау сынағы. Оған қоса, өзіміз жан жүрегімізбен қалайтын өмірді құруға қажет адам болу үшін тұлғамызды дамытуға уақыт бөлу мүмкіндігі. Әлем қалың ұйқыда жатқанда, біз осының бәрін істейміз. Бұл байлық жолындағы алғашқы инвестициялық сабағыңыз. Әр таңда бір шама сәт тәртіп қалыптастыру, яғни төсекте жата бермей, орныңыздан тұру туралы шешім қабылдайтын бастапқы бірнеше минут өміріңізге дивиденд төлейтін тәртіп. Жұрт менен таңмен таласа тұратын адамға қалай айналғанымды, процесс барысында өмірімнің қалай өзгергенін сұрағанда, оларға 5 қарапайым қадамды кезек-кезегімен орындағанымды айтамын. Таңертең оянуды, тіпті ерте оянуды бұрынғыдан анағұрлым жеңілдететін 5 қарапайым ұйықтап қалудан қорғайтын кілт. Бұл стратегия болмағанда, әлі күнге дейін әр күні таңертең оятқышты елемей ұйықтап жатар ем. Ең жаманы, әлі де таңмен таласа тұратын адам емеспін деген шектеуші сеніміммен айнымас ем. Оған қоса, мүмкіндік әлемін тұтас уысымнан шығарып алар ем. Бұл мүмкін еместей көрінетін білем, алайда бұрынғы мызғыпаларға сеніңіз, қолыңыздан келеді. Оны мен сияқты орындауыңызға болады. Ояну туралы мынадай маңызды мәлімет бар. Оны өзгертуге болады. Көп миллионер сияқты, көп таңмен таласа тұратын адамдар осылай туған жоқ. Олар өздерін солай үйретті. Бұл сіздің де қолыңыздан келеді. Әрі ол олимпиада марафоншысының күш-жігерін талап етпейді. Ерте тұру әрекет қана емес. Кім екеніңіздің, таңға деген махаббатыңыздың көрінісі екенін мәлімдейді. Ояну мен үшін оңай шаруа болса, сіз үшін де солай болмақ. Иланбайсыз ба? Сенімсіздігіңізді кішкене ысыра тұрып, ертең 5 қадамдық процесті орындауға тырысып көріңізші. Ол менің өмірімді өзгерткенде сіздікін де өзгертуі мүмкін. Осы күннен кейін, алдағы 30 күннен бастап қажет кезде емес, қалаған уақытта ояна бастау үшін оятқышыңызды 30-дан 60 минутқа дейін ертерек қойыңыз.
Бұл өзіңізді, балаларыңыз бен отбасыңызды айрықша деңгейге көтеруді қажет ететін тұлғаға айналуға болатын таң шапағатымен әр күніңізді бастайтын уақыт. Ол сәтте немен шұғылданасыз? Оны кейінгі тараудан анықтайсыз. Ал дәл қазір бүкіл таң тәртібін үйренгенше, таң шапағатыңызда осы кітапты оқуды жалғастырыңыз. Таңғы миллионерлер. Уақыттың 95%-ында түнде 8 сағат ұйықтайтынмын. Ақырында 95% уақытта оянуым үшін оятқыш керек болмай қалды. Өздігімнен ояну мен үшін күнді бастаудың керемет жолы. Таңғы тәртібімнің басым бөлігі не істейтінім туралы оянғанымда күнді смартфоныма үңілуден бастамаймын. Оның орнына ояна сала терең демалуға, алғыс айтуға, сол күнге өзімді бағыттауға 1 минут арнаймын. Уақыт өте аздап өзгердім. Мысалы, Лос-Анджелесте тұрғанда таңғы серуенмен қыдырысты жақсы көретінмін. Жаңа дүниені тәжірибеде іске асырып көруге бейіммін. Жақында таңғы тәртібіме қосқым келетін жаңа әдет үйренеріме сенімдімін. Жоқ, қайталау батырмасына сенбеймін. Оятқышты қолдануға мәжбүр болған күнімде оны тұруға тиіс ең ақырғы ықтимал сәтке қоямын. Арианна Хаффингтон.